Саламатсыздарбы көрермендер. Бүгін бізде Camry 20 автокөлігі. Автокөліктің келу себебі бізде есікті жапқан жағдайда стеклоподъемник істемей қалады. Ашқан жағдайда істейді. Және де бізде артқы стеклоподъемник көтереді, бірақ түсірмейді. Ал ең алдымен ашқан жапқанға бізде мына касса жауап береді. Ол кассаны шешіп алу үшін бірінші біз апшыпканы шешеміз. Жұмыс ыңғайлы болсын деп, және мына жақта екі фишканы шешеміз. Екі фишканы шештік. Бізде касса қозғала бастады. Кассаны шешіп аламыз. Кішкене ыңғайсыз. Бірақ шешіп алуға болады. Кассаны шешіп алдық. Енді кассаны мына жақта жасаған ыңғайсыздық тудырады. Сол үшін біз кассаны есіктің ішіне шығарып аламыз. Динамикті шешіп аламыз. Шештік. Бізде енді касса тұр. Енді кассаны бері қарай шығарып аламыз. Осылай біз кассаны есіктің ішіне шығардық. Енді кассаның ішін ашып көреміз, обрывты іздейміз. Обрывта болған жағдайда айтамын. Кассаны ашып көрдім, бізде 4 обрыв шықты. Провод үзіліп кетіпті. Енді біз бәрін қайттан жинаймыз, сол ретпен. Бәрін жинап тексеріп көреміз. Бәрін жинап болдым. Енді тексеріп көреміз. Зажигание ашамыз. Бізде істейді. Бізде артыда істейді.
Бізде проблема каса обрыв болып шықты. Көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.